Бисмилля деп сіздерге бүгін өзімнің гүлдерімді қалай шығаратынымды көрсеткім келеді. Ол үшін гүлдердің бәрін осылай сыртқа шығарып алдым. Ауа райы әдемі, керемет болып тұр екен. Гүлдердің бәрі жалпы шөлдеп, құрғап, топырақтары кеуіп тұр. Су ішетін уақыттары болды. Бүгін гүлдерге осындай витамин қосылған су беремін деп шештім. Ол үшін жылы суымыз керек. Және суымызға бір қақпақтан витаминді құйып, суымызды жақсылап араластырып аламыз. Жалпы айына бір рет немесе 2 айда бір рет осылай витаминді су беріп тұрамын. Қалған кезде қарапайым сумен суғарамын гүлдерді. Шөлдегеніне қарай суғарамын. 2 аптада бір, 3 аптада бір дегендей. Гүлдерімізді осылай суы қанық ішкенше тамырын мен су ішетіндей қылып суға саламыз. Және топырағына да осы судан құямыз. Жарты сағат, 1 сағат осы суда қалдырамыз. Және одан кейін судан алып, тағы да 1-2 сағат суын сырғытамыз. Осылай гүлдеріміз әдемі болып өсіп келеді. Сіздер қандай витаминдер қолданасыздар, қандай тәсілдер қолданасыздар, жазып кетсеңіздер қуанышты боламын.